Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін алғаш сағаннан шығатын шоколадты пончиктер дайындаймыз. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер және міндетті түрде каналыма жазылып алыңыздар. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бізге керек заттарымыз: електен өткізілген ұн, жылытылған сүт ыстық болмау керек, қант, ерітілген сары май, дрожж және бір жұмыртқа қажет. Ең алдымен жылы сүтіміздің үстіне қант саламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз және дрожж саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң бір жұмыртқамыз саламыз және ерітілген сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнды електен өткізу маңызды, себебі пончигіміз жақсы шығады. Одан соң қамырымызды қолмен илеп, оны бетін жауып, жылы жерге қоямын. Қамырды 1,5 сағатқа жылы жерге қойдым. Қамырым керемет болып көтеріліпті. Енді оны жаямын. Шамамен 5 мм болатындай етіп жаямын. Сонан соң осындай арнайы оятын дөңгелектер болса, немесе стаканның көмегімен де дөңгелектеп ойып алуымыз қажет. Енді осы дөңгелек болып ойылған қамырды пищевой пленкамен немесе матамен жауып 20 минутқа қалдырамыз. Осылай әдемі болып көтеріледі. Көтерілгеннен кейін барып, осындай тағы да кішкентай дөңгелекшені алып, ортасын ойып шығамыз. Менде бұл кремге арналған насадка. Сонан соң қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Енді шоколадты глазур дайындаймыз. Менде шоколад пен сары май. Оларды жай отқа қойып ерітеміз. Немесе вареный баняға да қоюға болады. Үздіксіз араластырып тұруымыз керек. Болмаса шоколад күйіп кетеді. Міне шоколадымыз дайын, оны суытуымыз қажет. Болмаса глазурымыз ағып кетеді. Қоюланған кезде барып пончиктерді батырып, оның бетін әсемдеуге болады. Барлығы да өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Міне біздің жұп-жұмсақ тап-тәтті шоколадты пончиктарымыз керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.